Армысыздар. Бүгін Швейцай нумерология өзіміздің 41 құмалақ туралы сөз өрбітсек. Швейцай болсын, нумерология болсын, Джойдж болсын, жаңағындай жұлдызнамалар, астрологиялық жаңағындай әр елдің, енді мен қазір белгілі бір тек Швейцайға ғана тоқталмаймын, өйткені бәрінің түпкі жаңағысы платформасы дейді ғой, болмаса классикалық жүйе 9 санға дейін адамның туған күні, айы, жылмен соған сол сандар қандай шығады, соған сенің тағдырың сол деп сол санға, сол шеңберге тығып қояды. Сөйтіп жүресің сол санмен ойлап, санның ішінде. Ал біздің дүниетанымызда, қазақи тәңірлік дүниетанымда, ұлтымыздың бүкіл сондай көзқарастық ұғымында біз құмалақ ашамыз, сандар көрсетеді, кәдімгі Пифагор несі тұр ғой. Ешқандай айырмашылық жоқ. Пифагордың квадраты не, біздің 41 құмалақ не, екеуі 3-3-тен кәдімгі сол 9. Енді білетін, түсінетін адамға ол қазір ешқандай бір таңғажайып нәрсе емес. Қарайсың да көресің, сенің жағдайың қазір мынандай болып тұр екен, мынандай болып тұр екен, жаңағы бір түссе сүйінші, екі түссе қиындық екен, осыдан қалай өту керек, қалай не екен деген іс-әрекет сіздің өмірлік жағдайыңыздағы сіздің тағдырыңыз емес, сіздің қазіргі болып жатқан іс-әрекетіңізге қалай көмек беруді, қалай содан өтіп кетуді, болмаса ауырып жатсаңыз қандай дәрі ішіп, қалай элементарный сол күнделікті жіт-бүт сол өмір тіршілік жаңағындай тұрмыс тіршіліктен өтіп кетуге арналған нәрсе да, құрал. Ол сіздің тағдырыңызға ештеме өзгерте алмайды, өйткені тағдырыңыз өз қолыңызда. Тәңірлік ұғым солай ғой. Сенің өзің тағдырың өз қолыңда. Саған Құдай кеп екі қолымен мысалға жаңағындай кеп бірдеме істеп бермейді. Саған жаңағындай сен ата-бабаның әруағы кеп, сен оларға тәубе етесің, сыйынасың, жаңағындай Құран бағыштайсың. Бірақ сен өзің әрекет жасауың керексің. Ал жарайды, сол сандарға ал жарайды. Мысалға сол келейік, сол Джойдж болсын, Швейцай болсын, соған келейік. Бір санның ішіне, шеңберіне тығып қояды. Ал не істейсің ары қарай? Мүмкін мен жаңағындай 7 емес, мүмкін мен 8 болғым келетін шығар. Мүмкін мен 9 болғым келетін шығар. Неге олар мен қазақтың қызын бір санның ішіне тығып қояды олар? Өйткені мен қазақпын ғой, мен әлемдік деңгейде ойлаймын.